Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін маусым айының 26-сы, түскі сағат 5-тен кеткен уақыт. Күн бүгін тағы да жел бізде. Қазір теңіздің астында тұрмын. Каспий теңізі. Бұл жаққа келген себебім, көптен бері сиырларды таба алмай жүр едік. Соларды тауып, бүгін іздеп шығып, өткенде де бір-екі рет шығып таба алмай кеткенмін іздеп. Бүгін табылды. Табылғанда ішінде бір бұзаулы сиыр жоқ. Ауыл жақта қалып қойды, өткен мына жақтарды қарау керек болды. Қазір ауылға қарай жақындатып айдап тастаймын бұйырса. Оның ішінде былтыр туған бұзаулап қалыпты. Ол ан жақта тұр, қазір көрсетемін бұйырса. Осы жақта тұр. Бір жасар ғой. Өгізі бір жасар бұзау. Өгізі бұзаулап қалған. Жалпы сондай биыл көп малдың ішінде жылқыдан да бар, қулық құлындап атқандар. Түйеден де бар, қаймалдар. Қаймал деген биыл қаю керек қой. Қаюдың орнына туып тұр, былтыр жабайы қайып кеткен. Сонда былтыр жер жақсы болған. Соның әсерінен малдар ерте қашып, ерте туып жатыр. Нұр қазір негізі өзіміздікі 15 сиыр. Оның ішінде бөтен сиырлар бар, таушық дейтін ауылдың сиырлары. Ішінде бір бұқашығы да бар екен. Жалпы ойлап жүредім, биыл жазға қарата жақсы бір бұқа сатып аламын деп. Онда сиырдың бәрі қашып болған сияқты. Жазда сатып алып салсаң, келесі жыл көктемде тұрады. Жалпы біз сиырларды өткенде көктемде жібердік қой, сәуір айына жетпей. Содан далада болар. Жазда көп сауғанымыз. Қыста тоғанда сол көктемге дейін қой тоғанша сауғанымыз, содан кейін далаға кетеді өздерімен өздері. Жалпы біздің сиырлар новайлатып қыста туып тастады ғой барлығы. Сол қыста 6 ұрғаш, 6 бұзаудың 3-еуі еркек, 3-еуі ұрғаш болды. Сол 3 еркегін бұйырса ертең күзде ордаққа қоямыз жемге. 3 ұрғашысы малдыққа қалады. Мынау жаңа туды дегенім, міне кішкентай бұзау қасында. Өзі бірден жаңасы отыр, өзі бұзаулап тұр. Сондай. Мына жерде негізі сиыр жейтін шөп жоқ қатты. Түйенің жері ғой бұл жер. Мына жерде олар мына шөпті жеп отыр. Ажырық деп аталады. Не осындай шөп. Бұл жаққа бұлар негізі келмейтін еді. Бөтен сиырларға керіп кетіп қалған бері қарата. Түнде жаңбыр жауған, соның сулары. Жалпы теңіз деген едәуір тартылып кеткен. Негізі осы жерлер бұрын бала кезімізде осы жерлерге дейін су болып жататын еді. Теңіз осы жерде болып осыдан бір 10-15 жыл бұрын. Қазір тартылып кеткен. Сиырлардың жалпы көп салмағы жоқ. Өздерімен өздері суды қазір даланың жаңбырдың суларын ішіп отыр. Айттым ғой, бізде өткеннен бері қайта жаңбыр деп. Бұлай жазғы айларда көрші ауылдың құдығынан ішеді. Біздің таудың үстіндегі құдыққа келуге ерінеді де. Көрші ауылдың таудың астындағы құдықтан ішеді.
Олар да іше берсін, жүре берсін дейді. Сонымен саяқтан ішіп жүр. Маңғыстаудың күйеулері осындай сыр жазып қоятын ТК деген Таушы деген елді мекеннің иесі, мойнындағы атақты адамның аты салып тұрады. Сол арқылы білеміз кім екенін. Мына жерде де ТК деп тұр, Таушық дейтін жердің иесі. Бізде осылай белгілеп қояды. Сиырлардың күйлері жақсы. Әлде де семіре береді олар жерді жатып алып. Жер жақсы биыл. Міне сиырлардың күйі жақыннан. Жусанның қалыңдығы бұзаулардың бауырына жақындап тұр. Мынау жусан деген шөп. Өте қалың шықты биыл шөп. Өте қалың. Мына жап-жасыл болып тұрған сораң деген шөп. Түйенің шөбі бұл да. Мағандан бері сөйлеп беретін. Микрофон қосуға ұмытып кетпін. Айып етпеңіздер енді. Кәсіби түсіруші болмағандықтан сондай ақаулар болып жатыр. Мыналар да ауыл жаққа жүргісі келмей тұр. Мына жерге тастап кетейін десем, күнде қарап тұруға қиын. Ауылдан алыс 17-18 шақырым және жолдарда тау, тас, шоқалақ өте көп. Сондықтан ауыл жаққа жақындатпастау керек бұларды. Біраз уақыт алайын деп тұр енді. Мынау ең бірінші туған бұзау. О да жылтырап жүнін тастап үстіндегі. Мынау жаңағы құрттап кетті мына ұрбақа. Оны иесіне айту керек болды. Мынау жаңағы бұзау. Жаңағы жантақ деп отырған міне мына шөп өте тікенек. Бұл түйенің ең жақсы көретін шөптерінің бірі. Осындай тікен. Сиырларды мына жақтан шығардым. Олар да жүргісі келмей жатыр. Мынау теңіздің жаңағы үстінен қарағандағы түрі ғой. Жалпы бұл жақ теңізден жылқы, сиыр, қойлар ішпейді. Тек қана үйренген түйелер болмаса, қалғандары теңізден ішпейді. Тегін су ашуады өте. Қазір енді бұйыртса, мына жақтардан жаңағы сиырды қарайын. Жоқ сиырды, сыр сиырды. Осы жерлерде болу керек бұйыртса. Себебі бұл жақта бөтен сиырлар көп жоқ, еріп кететін, қалып қоятын. Жалпы осы біздің ауданда, Тұқпырған ауданында, біздің айналамызда көп адамдар сиыр ұстамайды. Көп адамда сиыр жоқ. Бұрындар ұстады. Қазір барлығы азайтып тастады. Кешкі сағат 8:30. Күн айлап атқан жоқ. Ауылға келдім. Жаңағы сыр сиырды таба алмадым. Ар жағына қаратып 10 шақырым жерге дейін барып қайтып едім. Онымен сиыр жоқ. Ертең бұйырса Шақпағата деген жер бар. Сол жерде фонтан бар, су ағып атқан. Сол маңдарды бұйырса қарау керек. Сосын бізде осындай бір жаңалық. Осы түйе туды. Түйенің соңы осыдан кейін туатын түйе жоқ. Бұл түйе бүгін туып, мана түсте ауылға айдалып келдік. Жалпы таба алмай қалғанбыз. 4-5 күндей уақыт таба алмай қалып. Содан табылып, бүгін ауылға айдап алып келдік.
Ботасы осындай мая бота ырғашы. Бұл өзінің жасымен туып тұр. Былтыр шөгергенде, өзіміз шөгергенде қаймай қалған, артынан даладан жабайы қайып кеткен элек буралардан. Сондықтан осындай жаздың ортасында туып тұр. Түйелерді де күзеп жатырық. Күніге бір-екі түйеден. Түйелердің де жалпы жүні көтерілген, көтерілмеген деген сияқты ол бөлінеді. Мынанікі қазір көтеріліп тұр. Бұйырса бұнда күзеп тастау керек. Мауайлап түсіп қалған. Малдың арық семіздігіне қарай ғой, семіргесін, күні шығасын, жүні де көтеріліп, күзеуге ыңғайлы болады. Қойда да сондай. Бізде жалпы Маңғыстауда қойды 2 рет қырқады. Көктемде қырыққанды жабағы дейді, күзде қырыққанды күзем деп айтады. Өткенде бір пікірде жазып жүрді, қойлардыз қырқылмаған деп. Қойлардыз қырқылмаған, көтерілмеген қойлар кейбіреулер бетімен қырқылып кеткен. Оларды күзде әдемілеп қырқып тастаймыз деген есеппен қырқылған ғой сондай. Мынау міне 4-5 күн болған бота. Бұны да бұйырса бір ай 40 күн ботасы түнде қасында болады. Өйткені өзі ему керек, алдыңғы видеода да айттым. Таңертең сауылмайды да, кешке сауылып, ботасымен бірге тұрады осы қораның ішінде. Бұны әлі сауып көрген жоқпыз. Қандай өнерінің бар екенін көреміз бұйырса ертең. Кейбір түйелер жуас болады, кейбір түйелер асау болады. Асаулардың аяқтарын басын байлайды. Мынау жалпы жуас. 1 жыл қоғада болған бота күнде тайлақ шыққанша. Өзде жуас түйенің баласы көреміз. Жалпы осы мына ботаның алдында туған бота мынау. 2 ботаның атасы бір сияқты, себебі екеуі бір-біріне ұқсайды. Келеді. Бұл да өсіп қалды. Не осы ботаны қарауымыз қазір мынаны өстемейді. Ұқсайды. Жалпы бұл уақытта туғаны үлек буралар жаздыгын жарай бермейді, жарауы басылып қалады. Түйенің бұл уақытта қаюы қиындау болады, себебі үлек бура тек қана салқын уақыттарда көктем, күз, қыста жара береді, жазда жарауы басылып қалады. Мына бір мықты үлек бурадан қайған, өлектен қайған. Бірінші туып тұрған түйені тұмса деп айтады, тұмса бұталап тұр. Өзінің жасымен, орнымен бұталап тұрған түйе. Ботасы міне жақыннан. Түйелер ботасын өте қатты қызғаншақ болады. Жақындасаң адам қарата ұмтылады. Түйелерді еміз алып отырық. Жаңа 1 сағат бұрын сауылған. Қайта сауға әрі демес, бері демес. Еміз алу дегенде салып алу деп айтамыз. Ботасының өз емін. Сол. Түйелерінде мауылят күзеп болдық. Тек қана мына түйе өткізілмеген. Оның үсті топырақ балшық болып отыр. Мына екеуінің шешелері тұрмай жатыр. Тұруға ерініп. Түйелері де осылай сиырлар ұқсап күйіс қайтарады. Мына түйенің мойнын алмаған себебі алдыртпайды, қысып, тістеп. Сосын осындай қалған әріп мауылят ақ салынды. Мынау да сол басын алдыртпайды. Мойнының жүнін алдыртпайды. Жаңа күзеп етіне қашып қаратыр. Түйенің, сиырдың мынандай ол аузын шайнап жатуын күйіс қайтару деп айтады.
күйіс қайтарып жатыр. Мысалы мына түйе күйіс қайтарып тұр. Оталардың ішіне тек қана мына оты еркек, мына еркек оты, қалғаны бесеуі іште тұрған екі оты жаңа кенже туғандар. Олардың барлығы ұрғаш. Кеше қол бос уақытта осындай жіптер иісіп алдық. Бұғалық жасауға қысқалы болып балалар қанға. Мен бұғалық қылып істеп көріп едім, ескеннен кейін қысқарып кетті. Мыналар аяғы жіпке ұзындау жылқының аяғына, бірақ осымен байлаймыз, ұзын болғанда жақсы. Түйенің, сиырдың, жылқының аяғын байлауға, сағақ қылуға, ботаға, шылбырға сондай әдемі келеді. Осындай жіптер, бұлардың жарамдылық мерзімдері, мына аяқ жіптер жіңішкелерінікі 5-6 жылға жетеді күнде пайдаланғанда. Мыналар бұғалықтар 10 жылға дейін жетеді күнде пайдаланғанда. Осындай кешкі сағат 10 күн батып кетті. Күн қараға батты. Күн қараға батса жаңбыр жауады дейтін еді. Бұйырса ертең күн жауы мүмкін. Қойларды ауылға келдік. Ертең базарға мал сататын болып қойларды ауылға алмай отырық. Қоста білесіздер, түнекте қора жоқ, ол жақтан қой ұстатпайды. Сондықтан ауылға алмауға тура келді. Жалпы сол жақта жатыр вагонда. Қасыма жаңағы балдар келіп еді. Қой үркіп бір мұрсатта жинақталып қалды. Олар да бөтен адамды сразу танып тұр ғой. Күн салқын, ауа райы керемет болып тұр. Кешке қарата жел де басылды. Малға да адамға да әдемі болды. Кешегі жаңбырмен қойлардың да үстері жуып қалған, тап-таза болып. Ақ ешкі, ақ қойлар аппақ болып, қара қойлар қап-қара болып. Лайк басып, пікір қалдырып, қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.